Жыл бойы күткен финалға аздан уақыттар қалды. Бізде бір ғана сұрақ мазалайды. ПСЖ мен Арсенал арасындағы матчта ПСЖ неше голмен ұтады деген. Әрине, әзіл-әзілмен көбісі бір қақпаға ойналатын матч болады дейді. Бірақ мен олай ойламаймын. Өйткені ең слабый команда ол финалға шықпайды. Финалға ең мықты дегендер шығады достар. Сондықтан да бүгінгі финал өте қызықты болады. Бүгінгі видеоны жүргізуші мен Санчолаев арнасы. Ал сіздерге қызықты, приятного просмотра. Құрметті достар, бүгінгі видеода біз осы матчқа деген анализімізді айтамын. Өзімнің және қандай ойындар болуы мүмкін, қай команданың жеңуге деген пайызы бар, қай команда қалай ойнаса жеңеді, бүгін айтатын боламыз. Сондықтан видеоны да қазір қараймыз. Ал сіздерден подписка мен лайк болса болды. Көбісі достар, бүгінгі финалда ПСЖ алдыңғы жылы Интерді қалай ұтты, тап солай болады деп жатыр. Менің ойымша олай болмайды достар. Неге десеңіздер, өйткені Арсенал қорғанысы өте мығым команда. Арсенал қорғанысы деген енді сұмдық достар. Например, Арсенал осы Чемпиондар лигасында барлық матчта 6 гол жіберсе, ал деген бізде ПСЖ болса 44 гол соққан. Яғни екеуінің де статистикасы екі түрлі, біреу қорғанысы мығым болса, біреу шабуылы мығым болады. Сондықтан бүгінгі матч өте қызықты болады. Достар, біз Парис Сен-Жермен составын қарайық. Арсеналға қарсы шақыртып алған ойыншылар. Білесіздер, осы уақытқа дейін Дембеле мен Хакимиде, яғни матч қатыса алмай қалуы мүмкін. Олар травма деген болады. Бірақ екеуі де шақыртып алыпты. Сондықтан да Арсенал өте қиын болады. Білесіздер, Дембеленің шабуылы мықты, ал Хакими болса шабуылға өте мықты ойыншы, және қорғанысы жақсы ойыншы. Және де білесіздер, Арсеналдың осы маусымдық қарқыны өте мықты келе жатыр достар. Шабуылы да жақсы, негізінде қорғанысы жақсы. Центр поле Шамал Деклан Райсқа сеніп қалған болмаса, былай өте жақсы достар. Арсенал осы маусымда АПЛ чемпион болды достар. АПЛ Франция лигасына қарағанда әлде қайда жоғары тұрады. Өткен АПЛ топ 5 лигада болғанмен топ 1 лигалардың бірі. Сондықтан да Арсеналға да шанс жоқ демеңдер достар. Арсеналға өте көп шанс бар. Арсенал мықты команда. Артетаның шәкірттері да чемпион болуы мүмкін. Құрметті достар, сіздер осы финалда кімге жанкүйер боласыздар? Комментарияға жазып отырыңыздар. Мен өзім Арсеналға жанкүйер боламын. Неге десеңіздер, ПСЖ алдыңғы жылы чемпион болды, но Арсенал чемпион болса екен деймін. Арсеналдың, яғни воскресенье күні несі өтедіген, Арсеналдың өзінің парады чемпиондығын тойлау жанкүйерлерімен сияқты бірге чемпиондар лигасымен Артета алып келемін деп бір отырыста бақырыпты. Сол Артетаның арманы орындалса екен деймін достар. Сондықтан да Арсеналға жанкүйер боламын. Ал сіздер кімге жанкүйер болсаңыз комментарияға жазып отырыңыздар. Сіздермен бірге Санчолаев арнасы. Осы видеоға лайк басып комментария жазып кетіңдер.